білімнің артықшылығы. Білім ақ пен қараны ажырататын Алла Тағаланың адам баласына берген үлкен сыйы. Білім ақыл мен парасаттың белгісі. Расында ислам дінінің адамзаттың баласына қоятын ең басты талабы білім алу және іздену. Ең бірінші Алла Тағаланың пайғамбар саллаллаху түсірген аятының өзі де «Иқра бисми раббика аллази халақ, халақал инсана мин алақ, иқра ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам». Яғни оқы, сені жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, Раббың аса мардақты. Ол қаламмен үйретті. Адамды білмеген нәрселерді білгізді. Енді әлемді адамдар мен әлемсіз адамдардың тең болмайтындығы жайында да Алла Тағала Зүмәр сүресінің 9-шы аятында «Хәл ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун, иннама ятазаккару улул албаб» дейді. Білімділер мен білімсіздер тең бола ма? Шын мәнінде ақыл иелері ғана ғибрат ала алады дейді. Сол сияқты әлім алған, әлімі бар адамдардың Алла Тағаланың алдында дәрежесінің жоғарғы болатындығы жайында да Алла Тағала Мүжадала сүресінде де «Ярфауллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат, валлаху бима та'малуна хабир» дейді. Алла Тағала сондай иман еткендердің дәрежесін көтерді. Және де ілім иелерінің де дәрежесін көтерді дейді. Көріп отырсыздар ма? Сол сияқты ілімнің қаншалықты адам баласын Алла Тағаланың құзырына барған кезде де дәрежесі жоғары болатындығы жайында. Және де Алладан ең көркем түрде қорқатындардың өзі де білімді адамдар екендігі жайында Алла Тағала «Иннама яхшаллаха мин ибадихил улама» деп жаңағыдай өзінің қасиетті Құран кәрімнің Фатыр сүресінің де айтып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл ілімді талап ету, ілімді іздену жайында көптеген хадистері бар. Оның бірі «Әл-илму фаридатун аля кулли муслимин». Ілім алу әрбір мұсылманға парыз дейді. «Әл-илму минал махди илал лахди» дейді. Ілім бесіктен қабірге дейін ілім алу дейді. Көріп отырсыздар ма? Сол сияқты ілім біз шыретіп бесікке келгеннен кейін, дүниеден өткенге дейін, қабірге түскенге дейінгі ілім алуымыз керек екен. Ілім бар адамдар Алла Тағаланың алдында олар пайғамбарлармен, сыдықтармен, шыншылдармен білетін бірге болады. Ал атақты сахаба Ибн Аббас ілімнің артықшылығы жайында «Мен үшін түннің азда болса бір бөлігін ғылым үйренумен өткізу түні бойы ғибадат етуден де жоғары» деп ілім алудың құлшылық ғибадаттан да жоғарғы дәрежеде тұратындығын айтып отыр. Ал Хасан Басри өзінің бір сөзінде «Ғалымдар болмаса, адамдардан басқа жан иелерінің айырмашылық болмас еді. Өйткені олардың оқытуымен адамдық дәрежеге жеткен» дейді. Ілім дүние мүліктен де қымбат. Ілім алған сайын сенің дәрежең өседі. Ал дүние мал жинасаң, оны сен өзің қорғаушы болып қаласың дейді. Көптеген адамдардың күнәға түсіп жатқан себептеріміз де болады. Ал Хаким Абай былай дейді: «Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім» дейді. Көріп тұрсыздар ма? Сол сияқты Ыбырай Алтынсарин бір Аллаға табынып, бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқулық, оқығанға көңілге ықыласпен тоқылық дейді. Ең бірінші ұстаз Ыбырай Алтынсариннің өзі де қарап тұрсаңыздар, ілімге шақыру үшін бірінші бір Аллаға сыйына отырып шақыратындығын жайында өздерінің сөздерінде жеткізіп кеткен. Ал қазақтың дана сөздерінде ілімді мыңды жығады, білекті бірді жығады дейді. Али радиаллаху айтады: «Сен өзіңнің балаңның уақытына қарай тәрбие бер» дейді. Сол сияқты қазіргі технологияның дамып жатқан кезде балаларымызды сондай маңызды, пайдалы ілімдерге де оқытып жүруіміз керек. Оның ең бірінші бастауы ол әрине медресе ілімінен басталады. Хакім Абай болса да, сонымен Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, сол сияқты Ыбырай Алтынсарин қарап отырсаңыздар, біздің
қазақтың зиялыларының көбісі сонау ілімдерін бірінші әліппелерін бастаған кезде, білімдерін шыңдаған кезде ең бірінші осындай медреселерден ілім алып, содан кейін барып міне қазақтың зиялыларының қатарына кірген. Сөздің толықтай түйініне келетін болсақ, барлықтарымыз ілімді болайық, білімді болайық. Уахру дауана ва нилхамдулиллахи раббил аламин.